Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, дәмді және қатпарлы пәтір нан пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Ең алдымен жылы суымызға тұз, ашытқы және қантты салып, қант пен тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Сонан соң електен өткізілген ұнымыздың үстіне құйып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз осындай дәрежеге жеткен соң үстіне сұйық май құйып, қайтадан қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Иленіп болған қамырымызды жылы жерге үстін жылы орамалмен жауып, 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Осы аралықта қамырға жағатын майымызды дайындап аламыз. Менде тоқ май мен сұйық майды араластырып, ерітіп аламын. Көпшілік адамға тоқ май ұнамайды, сондықтан сары май пайдалансаңыздар болады. Міне біздің қамырымыз 1 сағаттай уақыт тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жақсы көтерілген. Енді дәл осы қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бөліктерге бөліп алған қамырымыздың бірінші бөлігін алып, ұнның көмегімен оқтаумен жақсылап жұп-жұқа болғанша жайып аламыз. Достар, егер де менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қосқыңыз келсе, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сонда менің жаңадан салған видеоларымды бірінші болып қарап отырасыз. Және де жүрекше белгісін басып, өз достарыңызбен бөлісіп қоюды да ұмытпаңыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұқа етіп жайып алдық. Енді бағана дайындап қойған майымызды бір текстетіп үстіне жағып шығамыз. Майымызды бір текстетіп барлық жеріне жағып алған соң, дәл видеода көрсетілгендей етіп, жіңішке қылып кесіп шығамыз. Енді осы бөліктерге бөліп алған қамырымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп, бірінен соң бірін орап шығамыз. Мінекей қамырымыздың барлығын орап шықтық. Менде дәл осы рецептпен 2 пәтір нан шығады. Екінші бөлігінде дәл осылай орап дайындап аламыз. Міне екеуін де дайындап алдық. Енді 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. 10-15 минут өткеннен кейін бірінші қамырымызды алып, үстінен қолымызбен кішкене басып, үстіне мешокты жауып, қайтадан демалдырып 5-10 минутқа демалдырып қойып отырып, солай екеуін де жайып аламыз.
Екінші рет демалған қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқа етіп табамыздың көлеміне қарай жайып аламыз. Егер де сіздерге қатты хрустящий болғанын қаласаңыздар, өте жұқа етіп жайсаңыздар хрустящий болып шығады. Ал егер де жұмсақтау болсын десеңіздер, менікінен сәл қалыңдатып жайсаңыздар жұмсақтау болып шығады. Менде орташа, өте қатты да емес, өте жұқа да емес, өте қалың да емес. Мінекей қамырымызды жайып алдық. Менде дәл осындай қалыңдықта шықты. Енді осы дайын болған қамырымызды арнайы қағаздың үстіне қойып, тағы да тегістеп жібереміз дөп дөңгелек болғанша. Кішкене оқтаудың көмегімен жайып алдым тағы да мен. Енді дайын болған қамырымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп шанышқының көмегімен тесіп шығамыз. Немесе арнайы нан тескішті пайдалансаңыздар да болады. Дайын болған қамырымызды пісіретін табамызға салып жайғастырып аламыз. Сонан соң бетіне біркелкі етіп жұмыртқа жағып шығамыз. Кейін өз қалауларыңыз бойынша бетіне күнжіт сепсеңіздер болады. Мен екі түрлі ақ және қара күнжітті араластырып септім. Сонан соң 200 градус қызып тұрған пеште 20 минутта пісіріп аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай пәтір-нанымыз өте әдемі болып пісіп шықты. Өте дәмді және қатпарлы болып шығады. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Және бір отырғанда желініп кететін нандардың бірі. Видеоны соңына дейін қарап менімен болғандарыңыз үшін көп рахмет. Сіздермен болған Фариза. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.